Сіз бір нәрсені жеңе алмаймын деп ойлаған сайын, әлемде ол оны жеңе алады деп сенетін біреу бар. Роберт Кийосаки Twitter.com-дағы жеке парақшасында Роберт Кийосаки өзін былай сипаттайды: инвестор, кәсіпкер, қаржылық кеңесші және бай әкелер мен кедей әкелердің ең көп сатылатын сериясының авторы. Роберт Кийосаки бүгінде $2 миллиард асады, және ол 47 жасында халықаралық қаржы кеңесшісі болды. Осылайша оған өзінің сүйікті ісімен айналысуға мүмкіндік беретін жинақ жинап, адамдарды байлар сияқты ойлауға үйретеді. Роберт Кийосаки 1947 жылы 7 сәуірде Гавайи аралының басты порты Хило жағалауында дүниеге келген. Оның ата-анасы Жапониядан келген 4-ші ұрпақ иммигранттары болды. ақш-та тұрады. Отбасының әлеуметтік жағдайы айтарлықтай жоғары болды. Ұстаздар отбасында зерделі бала өсті. Роберт бала кезінен ауқатты отбасылардың балаларымен араласатын ең жақсы жергілікті мектепте оқуға мүмкіндік алды. Оның әкесі Ральф Кийосаки, Гавайи штатында білім беру министрі қызметін атқарды. Олай болса, Роберт Кийосаки оны неге кедей әке деп атайды? Ал бай әке кім? Роберт 9 жаста болғанда ол өзінің досы Майктың әкесін кездестірді. Ол одан қаржылық білімнен сабақ ала бастады және өзінің мойындауы бойынша келесі 30 жыл бойы оқуын жалғастырды. Оның дамуына қосқан үлкен үлесі үшін Роберт бай әке деп атайды. Бұл адамдардың дүниетанымы мен ақшаға деген көзқарасының айырмашылығы туралы. Кийосакидің өмірі туралы ол былай деп еске алады: мен бай емеспін, өйткені менің балаларым бар деді, ата-анамыздан сабақ. Кедей балаға ақша туралы не айта алады? Ол жай ғана оқып, көп жұмыс істе дейді. Бұл Роберттің бай әке кедей әке кітабына негіз болған өмірбаяндық әңгімесі Кийосакиге нағыз танымалдылық әкеледі. Оның екі әке туралы алғашқы кітабы 5 жыл бойы New York Times бестселлер тізімінде көш бастады. Мұндай әдебиетке сұраныс өте жоғары болды. Кітап 11 миллионнан астам сатылды. Көшірмелер. Егер мен өмірде бір ғана нәрсені бақылай алсам, мен ұстаздарымның кім екенін басқарар едім. Егер сіз өз өміріңізде жетістікке жете алмасаңыз, балаларыңызды табысты болуға үйрету қиын болуы мүмкін. Бірақ бай әке Робертке ақша туралы пайдалы кеңестер берді. Бұл қандай кеңестер болды? Сіз бұл туралы кітаптың өзінен біле аласыз, және біз Роберттің өмірбаянына ораламыз. Орта мектепті бітіргеннен кейін Роберт Нью-Йорктен кетеді. Бұл мегаполисте Кийосаки 1969 жылы Сауда теңіз күштері академиясына оқуға түсіп, оны 1969 жылы бітіргеннен кейін дүние жүзін аралап шыққаннан кейін Кийосаки күтпеген жерден сауда кемесінде жұмыс тапты. ақш теңіз корпусына қосылуға шешім қабылдады. Ол өмірдің күрт бұрылыстарынан қорықпайды, өйткені ол сенімді. Ең үлкен қателік бұл тым аз қателік. Оның отанына деген адалдығы және ұшқыш жауынгерлік тікұшақ ретіндегі тамаша қызметі. Роберт Кийосаки ақш әскери әуе күштерінің медалімен марапатталады. 1975 жылы Кийосаки қызметті тастап, сауда жасауды үйренгісі келіп, Higax компаниясына агент болып жұмысқа орналасты. 2 жыл бойы ол жалдамалы жұмысты тастап, нейлон әмияндарын сататын жеке компаниясын құрды. Соншалықты сәтті болды, және Кийосакидің айтуынша, сол кезде ол басқа бизнесмендер сияқты тітіркендіргіш қателіктер жіберді. Бұл оны қаржылық білімге арналған кітаптар сериясын жазуға итермелеуі мүмкін және оған таныс қателіктерден аулақ болуға мүмкіндік береді. Миллиондарға жету жолындағы келесі қадам рокерлерге арналған футболкалардың лицензияланған өндірісі. Бұл бизнес бұрынғыға қарағанда табысты болады, бірақ әлі де іскер. Роберт армандаған табыс деңгейіне әкелмейді. Қор нарықтарында ойнау және әрқашан сауатты инвестициялау қаражаттың жоғалуына әкеледі. Бірақ дәл осы бай және табысты адамның ойлауы, сондай-ақ оның өмірдегі сәтсіздіктерге деген көзқарасы Роберт Кийосакиге бас тартуға мүмкіндік бермейді, өйткені ол одан да көп нәрсе бар екеніне сенімді. Кедейлік пен банкроттықтың айырмашылығы: екіншісі уақытша, бірақ біріншісі мәңгілік. Сондықтан Роберт Кийосаки бас тартпай, қаржылық тәуелсіздікке жетудің жаңа жолдарын іздейді. Мүмкін емес және мүмкін емес сөздері оның сөздік қорында жай жоқ. Кедейлер мен жалқаулар мүмкін емес сөзін өз сөзінде табысқа жеткендерге қарағанда жиі қолданады. Роберт Кийосаки, ал Роберт тынбай еңбек етіп, бірте-бірте күннің астында жайлы орынға ие болады.
Алдымен Кийосаки ақша және сен семинарын жүргізе бастайды. Содан кейін 1985 жылы Роберт деп аталатын миллионерлердің тәрбиешісі Шерон Лектермен бірге Rich Dads Organization білім беру компаниясын құрады. Компания. Бұл жобаның негізгі мақсаты жастарды қаржылық сауаттылыққа үйрету. Өйткені Роберт жаңа ғасырда үнемі үйренуге ұялмайтын қарапайым адамдар ғана табысқа жетеді деп сенімді. Роберт Кийосаки бүгінде Роберт табысты қаржылық кеңесші. Ол адамдарға қаржылық тәуелсіздік алу үшін кірістерін дұрыс және ақылмен басқаруды үйретеді. Табысқа ең алдымен өзің сену керек, сонда ғана әлем саған сенетінін қайталаудан жалықпайды. Роберт позитивті ойлаудың күшін келесідей анықтайды. Біздің эмоцияларымыз күшті күш, егер олар басқарылмаса, олар өзін-өзі орындайтын болжамға айналады. Роберт Кийосаки 1985 жылы Кийосаки тәжірибелі инвестор және кәсіпкер Кимге үйленеді. Әйелі Кийосакидің өмірлік серігі ғана емес, сонымен бірге онымен оның армандары мен ұмтылыстарымен бөлісетін іскер серіктесі болады. 1994 жылдан бастап ерлі-зайыптылар астанасы Аризона, Феникс қаласында тұрды. Роберт Кийосаки 26-дан астам кітап сатылған 15-тен астам танымал кітаптардың авторы. Әпкесі Эми, Будда монахтарымен бірлесіп, Кийосакидің барлық кітаптары жақсы ынталандырады және өміріңізді жақсарту үшін жазылмаған Кийосаки еркелетеді. Балалар сияқты жылауды, шағымдануды және әрекет етуді тоқтатыңыз. Адамды кедей етеді. Кийосаки. Роберт Кийосаки дүниені әділетсіз деп санайтын бақытсыз ыңырсығандарды келеке етіп, олармен келіседі. Егер ол әділ болса, сіз Джонни Деппке ұқсап, Билл Гейтс немесе Билл Гейтс сияқты бай болар едіңіз. Уоррен Баффет. Роберт, қордан тыс әлем қорқынышты болып көрінеді, бірақ мен сізді сендіремін. Оптимизм мен күш-қуатқа толы, мұнда көптеген мүмкіндіктер бар. Бұл жерде сіз қайда қарайсыз? Кийосакидің жұмысы дәстүрлі білімнің маңыздылығын төмендететін үшін жиі сынға алынады. Мысалы, мектеп немесе университеттер. Мектепте және институттарда. Бірақ сол кезде сіздің нақты өлшеміңіз сіздің қанша табыс табатындығыңызға байланысты болады. Кийосаки мырзаның жетістіктеріне кэшфлоу білім беру ойынын жасау кіреді. Жұмыс үстелі және компьютер нұсқаларында ұсынылған ойын ақшаны қалай жұмыс істемейтінін, өзіңіз үшін жұмыс істеуін үйретеді. Ақша үшін қазіргі уақытта Роберт Кийосаки жылжымайтын мүлік операцияларымен айналысады, бірақ басқа адамдарды оқыту басымдықтар тізімінде бірінші орында. Өйткені білім қазіргі заманғы әлемнің жаңа валютасы. Робертті қызықтырмайды. Білім берудің шексіз процесінде, атап айтқанда, адамның оқуының тиімділігінде. Сондықтан ол әрекет етпей, тек үйренуді қалаудан сақтандырады. 100-ші өнімді сатып алып, 1000-шыны тыңдайтын адамдар. Жаттығу, бірақ ешқашан ештеңе жасамау, Кийосаки мәңгілік студенттер деп атайды. Кийосакидің барлық қызметі оны лайықты өмірмен қамтамасыз ете алатын адамның қаржылық данышпандығын оятуға бағытталған. Роберт Кийосаки өзінің жеңістерінің сырын мына сөздермен ашады. Табыстың сыры адамдарға қызмет ету. Қорытындылай келе, Кийосаки өзінің білім беру ісін құру арқылы қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізді. Бірақ кәсіп құру дағдыларын меңгеру арқылы айтсақ дұрысырақ болар еді. Өйткені білім беру бизнесі Кийосакидің жеке бизнесін ұйымдастырудағы алғашқы әрекет емес. Бұрын ол нейлон әмияндарын шығаратын компанияны ұйымдастырды. Ол кейіннен банкротқа ұшырады. Бұл процесте ол қайталанбас тәжірибе жинады. Бұл кейінірек көмектесті. Кийосакидің өмірбаянында, егер сіз қаржылық еркіндік пен тәуелсіздікке қол жеткізгіңіз келсе, әрбір адам жұмыс тәжірибесінен пайда көреді деген идея бар. Сату шеберлігі. Кез келген табысты адам сатуды жақсы біледі. Оның үстіне бұл тек бизнеске ғана қатысты емес. Әдемі қызды кездестіргенде, біз жұмысқа орналасқанда, бізде сатуды жасаймыз. Егер біз бір идея туралы туыстарымызды немесе достарымызды сендірсек, бұл да сату. Кийосаки бірнеше жыл сауда өкілі болып жұмыс істеді, және кейіннен мұның бәрі өте жақсы болды. Оның жеке ісін дамытуға көп көмектесті. Тіпті бай әке, кедей әке кітабы туралы ол былай деп жазады: мен әлемдегі ең жақсы жазушы емеспін, оның үстіне емле қателері мен қателер үшін мені үнемі сынға алады. Сияқты, бірақ мен оның миллиондаған кітаптарын саттым және бұл жағынан дұрыс және сауатты жазатындардан асып түстім.